Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздермен осындай дәруменге өте толы салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салатымыз бар жоғы 3 қана ингредиенттен тұрады. Соған қарамастан адам ағзасына өте пайдалы. Қызылшада қан айналымына, қан анемияға және алманың құрамында С витамині. Бұл жердегі айта берсек, витаминге толы салат бұл. Қыс ауасында ең адам ағзасына керек салаттардың бірі және өте оңай дайын болады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен алманың қабығын ашып, осылай кубик етіп турап аламыз. Мен бір алма ғана қостым, үлкен алма. Өздеріңіздің қалауларыңызбен көбірек жасайтын болсаңыздар, қоссаңыздар болады. Барлығының құрамын 2 есе көбейтіп істесеңіздер де болады. Ыңғайлы ыдысқа салып аламыз осылай. Бұл жерде қызылшамызды алдын ала қайнатып қойдым мен. Оны да осылай көбік етіп турап шығамын. Осылай мен секілді перчатка киіп алсаңыздар, қызылшаның қызылы қолдарыңызға жоқ қалмайды. Свекланы қайнатып, суытып барып турасақ, осылай әдемі болып түседі, мыжылмай, езілмей. Бөлек-бөлек әдемі болып түседі. Сол себептен суытып барып турағандарыңыз жақсы. Оны да алмамызға осылай қосып аламыз. Енді үстіне мен мына жерде жаңғақтың дәнегі кішкене майдалап алдым, қатты майда емес. Араластырамыз. Міне, біздің салатымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңызбен тұз я болмаса шекер қоссаңыздар да болады. Мен ешнәрсе қоспаймын. Өйткені алманың тәттісі шығады, өзінің свекланың тәттісі шығады, дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, осындай өте пайдалы әрі тез дайын болатын салат. Каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.